атын жоқ? Nurdalat Balozor. Себепті ма? Iya. Отыра ғой. Жақсы, орнымыздан тұрамыз. Көңіл күйіміз қалыпқа келтіріп алу үшін. Ал енді балдар, бастаймыз. Сөренің жанынан өтіп бара жатқан қол кілттің тұрғанын байқап қалады. Сөйтіп, оны ашып оқуға кіріседі. Оның аты анатомия еді. Авторы Бәрмен деген бір профессор еді. Сөйтіп, оны ашып оқуға кіріседі. Сөйтіп, кітаптың бетіне мұғалімнің көлеңкесі түседі. Жауап бастаған кезде. Отыра ғой. Балалар, осы мәтіннен не ой түйдіңдер? Нені айтқысы келіп тұр мәтінде? Нені айтқысы келіп тұр аяла? Тұра ғой орнына. Бұл жерде біреудің затын алмауды айтыпты. Біреудің затын алу үшін рұқсат сұрау керек. Бұл жерде біреудің затын алуға болмайтындығы туралы айтылып тұр. Жарайсыңдар, отыра ғой. Енді балалар, бізде енді бері қараймыз. Біздің өтетін сабағымыз нағыз достық. Достың түрлерін білесіңдер ме балалар? Достардың түрлері болады. Қандай достардың түрлерін білеміз? Алай ханым айта ғой. Нағыз дос. Нағыз дос болады. Тағы да інжу. Адал дос болады. Аяла. Жанбыз. Жақсы. Дамир. Жанашыр дос. Жанашыр дос. Тағы да Нұрайым. Арам дос. Арам дос. Арам дос. Орнына тұра қойшы. Арам дос қай кездерде сенімен дос болады? Ол өзіңді сатты. Сенімен қай кездерде дос болады арам дос? Арам дос қандай кезде дос болады сенімен? Сенің ақшаң көп болған кезде дос болады. Ал енді ақшаң таусылса ол сенімен дос бола ма? Жоқ. Дос болмайды, дұрыс, отыра ғой, жақсы. Енді балалар, бүгін бізде міне қараймыз. Тақылады. Ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенмен бірге болады дейді екен Марк Твен ағылшын жазушысы. Бұндағы мәтіннен не түйдіңдер балалар? Не түйдіңдер? Ау, тұра ғой орнынан, жаз. Достық туралы. Достық туралы. Тағы да нені айтып тұр бұл мақалда? Нені айтып тұр? Айта ғой, ал. Өзіңнен жанында жүрген досыңды сатпа. Бір арам досқа барма. Өз досыңмен бірге бол. Және де жақсы істер жаса дейді. Сен қателік жіберген кезде де жаныңда болатын дос, нағыз досың деген, балалар. Жақсы. Енді балалар бері қараймыз. Бізде бағалау критерий берген. Бұнда сендерге осы бойынша бағаланасыңдар. Кейіпкерлерді сипаттайды. Іс-әрекеттер мен мінез-құлықтарының өзгеру себептерін тауып бағалай алады. Мен сендердің қолдарында алдыларында жақтар балалар. Бағалау қағазы. Сол бойынша бағаланасыңдар балалар. Алдыларында берілген сендердің одағы берілген алды тапсырма бар. 10 балды жинағандарын 8-10 бал аралығында жинаған, одан төмен бал жинағандарын орташа қанағаттанарлық болып бағаланады. Сондықтан андағы берілген тапсырмаларды орындаған кезде жанына өздерінің балдарыңды қойып отыратын боласыңдар. Жақсы. Енді балалар, сендерге андағы кітаптарды ашамыз. Оқулықтарын аша қойыңдаршы. Нағыз достықта не туралы айтылған екен кәмпит тізбектей оқимыз. Нұрайым, оқи қойшы. Бір сағат өтті. Жаттауды оқыған оқушылардың көңілінен сыныптағы ауа біртүрлі ұйқы келтіреді. Тобис мырза үстелдің жәшігін ашты да кітапқа қолын созды.
Алсам ба, алмасам ба дегендей кідірді. Балалардың көбі оның бұл қимылын жай ғана қарады. Ал олардың ішінде екеуі шыдамсыздана күтті. Доббис мырза әуелі кітапты сипады, сонан соң қолына алып, орындыққа дұрыстап отырды да оқуға кірісті. Жақсы, тағы бір оқиғаға қарайтын. Том Беттиге қарап қойды. Ұсқыны жоқ, мергеннің көздеуіне іліккен, үріккен қоянға ұқсап әрең отыр. Том сол бойда ойымен керісіп қалған мұғалімін кетті. Тезірек көмек беру ойланып қалды. Және оңтайлы сәт өтіп кетті. Мұғалім кітапты ашып үлгерді. Сәл ертелеп қимылдап, сол сәтті ұтымды пайдаланса ғой. Үнсіз сәл үзіліс. Сол сәл үзілістің ұзақтығы сонша, тіпті онға дейін санап үлгеруге болады. Мұғалім ашуға булығып ақырып, кім мына кітапты жыртқан деп сұрады. Бірақ дыбыс жоқ. Тереуіштің түсіп кеткеніңді естуге болатын. Жақсы. Сен бе? Жоқ, ол да емес. Мұғалім балалардың қатарынан қарап болып қыздар жаққа бұрылды. Лоуренс. Қыз басын шайқады. Приззи мені. Ол да Не туралы айтылып тұр? Не туралы айтылып тұр, Айғаным? Біреудің затын рұқсатсыз алмақ туралы, біреудің затын сұрап алу туралы. Тағы да не туралы бұл? Айтылып нағыз достықта не туралы айтылып тұр? нағыз достықтар біреуді өзінің кінәсін мойындау туралы. Мойындау туралы айтып тұр. Достарын сатып кетті ме? Жоқ. Достарын сатпады. Балдар, нағыз дос қиындық бас. Өйткені 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дегенде, сенің 100 теңгең болғанша 100 досың болуы керек. Жақсы. Тағы да дос туралы кім айтады? Нұрайым. Көп досы бардар сырлас, ал досы жоқпен сырлас. Сырлас, жақсы. Ал Тасылу. Күлге досына күле жасырма. Жақсы. Нұрғанат. Ақылдатта досын сатқан. Жарайсың. Дамир. Ашыл дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Айтолқын. Ағаш тамыр, ең мықты адам досымен мықты. Ағаш, дұрыс. Жарайсың. Інжу. Киім тамды, ал сөз достықтың сөзі. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, барлығымыз кітабымызды ашайық. Сендерге кесте берілген, Мен жаңа сендердің алдыларыңа кестені бердім, Мұнда бізде мақал-мәтел мен және нақыл сөздер. Осы сөздердің бәрі екеуі қанатты сөздер, Мақал-мәтел мен нақыл сөздердің айырмашылығы мен ұқсастығын айырып жазып бере қойыңдар андаға. Алдыларында кесте берілген. Жаза қойыңдар. Ұқсастығы және айырмашылығын. Болдық, Ал енді айта қой. Айғаным айта қойшы. Оқыш біреуін. Қалғанымыз тоқтатамыз жұмысымызды. Ұқсастығына екеуінде де жақсы сөздер айтылады. Айырмашылығында? Айырмашылығы мақал-мәтелде автор болмайды, ал қанатты сөздерде автор бар болады. Жарайсың, керемет, отыра ғой, жақсы. Ал ары қарай тағы да бар ма, Інжу? Қайсыңызда бар? Тағы бір айта қойшы. Ұқсастығы екеуінде де жақсы сөз айтылады. Айырмашылығы мақал-мәтелде авторы белгісіз, ал қанатты сөзде авторы белгілі болады. Жақсы, жарайсың, керемет, дұрыс. Енді балалар, келесі тапсырма енді. Ары қарай енді біздің дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз да бүгінгі күнді жазамыз. Және біздің жаңағы айтылған өзімізді мақал-мәтелдер айтып қой. Сода бір екі мақал-мәтелді достық туралы дәптерімізге жазамыз. Бір екеуін жазсаңдар жетеді балалар.
қоямыз. Енді орнымыздан тұрайық. Кішкене серпіліп жасап алайық, балдар. Ал. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал енді балдар, мына жерде акварин әдісі арқылы месіндерге жерде балықтар берілген, соның артында сөздер жазып отыр. Сол сөздерді ала отырып, соның ішінен тек қана достық туралы мақал, сол сөздерді мақал құрап айтамыз балдар. Ал кәдімгі келеміз, біртіндеп келеміз. Бір-біреуден аламыз. Балдар тыңдайын, ал тағын айта ғой. 100 теңге болғанша 100 досым болсын. Саған берілген қандай сөз? 100, жақсы. Таңсұлу, саған берілген сөз? Ажар. Дос ажарым, туылдас базарым. Жарайсың, тағы да. Нұрай. Досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас. Саған берілген сөз? Сырлас. Сырлас, жарайсың. Дамир. Ағаш тамырымен мықты, адам досымен мықты. Қандай сөз берілген саған? Ағаш. Жақсы. Мирас. Жақсы дос, маған жақсы деген сөз берілді. Ары қарай. Мирас. Достық. Дос жақсы болса, өздері жақсы. Жақсы. Інжу. Інжу, тұра қой орныңызда. Саған берілген сөз? Айнымас. Ал айнымас деген сөз берілді. Қайсымыз құрап береміз балдар? Айнымас досы бар адам, ең бақытты адам. Отыра ғой, жақсы. Аяла. Маған берілген сөз аққу. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Ал айта бір аяла. Маған берілген сөз күлме. Күлме досыңға келер басыңа. Айтолқын. Саған берілген сөз? Дос туралы қандай мақал білеміз кәдімгі? Айтып береміз, көмектесеміз. Дос туралы мақал деген білмейміз ба? Қалғанымыз айтамыз. Жауалмайды, ағылып жауалмайды. Жарайсың, керемет, отыра ғой, жақсы. Ал енді балалар барлықтарының мақалына кейде құрадыңдар деп сенемін. Барлықтарын құрадыңдар. Енді келесі тапсырма сендердің алдыңдарына берілген. Естесін берілген, адамның бойында жақсы да, жаман да қасиет болады, балалар. Абай айтқанда 5 асылы ісі болады, 5 дұшпаны болады. Соның ішінде жақсы жағына адам бойында жақсы қасиетінің бір шетіне адам бойында жаман қасиеттерін жазып береміз кәдімгі. Болды. Көпшілік жазбаймыз. Ал қайсымыз айтамыз? Ал қалғанымыз тағы да қайсымыз айтамыз? Таңдау. Жақсы істер, қанағат, рахым, жақсылық жасау, адам болушылық, еріншектік, жалқаулық, құрмет, арамдық. Жаман, ал Нұрайым айтады. Еңбек, қанағат, талап, достық, еріншектік, мал шашпақ, білімсіздік, құрметсіздік. Жақсы, тағы да айтолқын айта ғой. Адамның бойында жақсы да жаман қасиет кездеседі, ал Қанағаттық, сыйластық,
Ары қарай тағы да бар ма? Жақсы. Ондай болатын болса балалар ары қарай кетті. Енді ғой, балалар, алғақтың берілгенде жаңа мәтінде, содан мәтінде кейіпкерлердің мінездерін неге өзгерді деп ойлайсыңдар? Не себептен өзгеріп кетті? Мирас? Том мен Бике ол кітаптарды оқысы келді. Аға, мінезі не өзгеріп деп ойлайсыңдар? Мінез құлықтар өзгеріп кетті ғой. Не үшін өзгеріп кетті? Ал не өзгеріп кетті? Добиш ағай айтқан бізді. Аға, өздерінің кінәларын білді да, не болды? Қызарып кетті, мінездері өзгеріп, түрлері өзгеріп кетті. Жарайсыңдар, отыра ғой, жақсы. Ал енді балалар, сендердің алдыларында берілген, смайликтер берілген сендердің алдыларында. Смайликтер берілген. Сол бүгінгі сабақты түсіндім дегендерін көтере қойыңдаршы, қалай түсіндіңдер? Жақсы болды, және орташа болды, төмен болды. Тәнки. Жақсы. Барлығымыз бүгінгі сабақты түсіндіңдер, Жақсы. Түсінбегендерің болатын болса айтасыңдар. Енді балалар, бізде берілген тапсырмалардың барлықтарын орындадыңдар ғой. Алдыларында берілгендерде. Енді бізде үйге осы нағыз достықты оқимыз және түсінігін айтамыз. Енді андағы алдыларында берілген бағалау парақшасы бойынша кім қанша балл жинады? Кәке, біреуіңіз айта қойыңдаршы орындарынан тұрып. Ал Таңнұр айта қойың. 8 балл жинады, Ал тағы да қайсыңыз айтамыз? Тағы да кім? Ал тағы да Айтмұхамед. Қанша балл жинады? Ал енді жазып жатсыңдар? Ал Мирас қанша балл жинадың? 3 балл. Аяла, қанша балл жинадың? Аяла, тұра орнынан. Аяла, қанша балл жинадың? Қанша балл жинадың? 8 балл, жарайсың. Таңсұлу, қанша балл жинадың? 9 балл. Нұрайым, қанша балл жинадың? 8. Жақсы, жарайсың. Мирас? 10 балл, ойын молодец. Кім? Інжу, қанша балл жинадың? 8 балл, жарайсыңдар. Балалар бүгін сабаққа барлығың жақсы қатыстыңдар, Соған қошемет көрсетіп